Армысыздар, эфирде диалог. Бүгін біздің бағдарламамызға ақын, дәрігер, журналист, Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі Марал Оспанова келіп отыр. Марал Зейнелғабилқызы, қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Негізі, сіз туралы оқып отырып қарасам, сіз жан-жақты адам екенсіз. Ақын, жаңағы айтып өттім, дәрігер, журналист, әрі депутат болып қызмет атқарған екенсіз. Осы жан-жақтылықтың сыры неде? Енді жан-жақтылық деген әр адамға беріле бермейтін қасиет. Мен жастайымнан өзім сондай белсенді болдым. Мектепте болсын, институт қабырғасында жүрсем де, институттан кейін де, жұмысқа шыққаннан кейін де өзім қайда жүрсем де көркемөнер ұрпаздар үйірмесіне қатысатынмын, түрлі ұйымдарға мүше болатын, сол сияқты жазумен де айналыстым, шығармашылықпен. Мысалы, ауданда жүргенде аудандық газетке көп мақала жазатынмын. Сол сияқты түрлі жиналыстарда өзімнің айтар сөзім болатын, өзімнің пікірімді айтуға қорықпайтынмын да. Сөйтіп жүргенде, мынау 94 жылы ең алғашқы мәслихат шақырылғанда мені біздің Соколов ауданында депутаттыққа ұсынды. Сөйтіп мен 21 депутаттың ішінде 3 қазақ болдық. Сол 3 қазақтың біреуі мен болдым. Сол 3 қазақтың екеуі біздің орталық аурухананың дәрігерлері болдық. Сөйтіп ол кезде сондай қиын уақыт болатын, депутаттар ештеңе шеше алмаса да, біз сол мәслихатқа қатысып өз ойларымызды айтып, сол менің енді бір жасаған еңбегім ауданға. Бізде сол уақытта қазақ радиосы хабарларын ести алмайтын болдық. Бірде-бір қазақ хабарларын ести алмайтын болдық. Тек маяк орысша ғана радиодан беріліп тұратын. Сосын мен сол мәселені көтеріп, мәслихат жиналғанда, содан аудандық сол әлгі радиоға барып, оның бастығымен сөйлесіп, сосын ол кісі айтты, ой, оның бір деталі жұмыс істемей тұр, бір лампысы жұмыс істемей тұр деп, енді бізді алдаусыратады ғой. Содан ол дегенің бір түкке тұрмайтын бірдеңе екен. Содан ақыры соны жүргізетін қылдық. Шалқарды тыңдайтын болдық, сондай жақсы болды. Сол біздің көтерген мәселеміздің арқасында. Енді сол кезде депутаттардың қолында ештеңе болмаса да, біз кейбір мәселелерге енді өзіміздің айтар пікірімізді айтып, үлестеріңізді қостыңыздар. Сіз медицина саласында 40 жыл еңбек етіпсіз, е? Иә, 1976 жылы мен Целиноград мемлекеттік медицина институтын бітіріп келдім. Бізді ол кезде жолдамамен жіберді Соколов ауданындағы орталықтанған аудандық ауруханаға. Сөйтіп жолдасымыз екеуміз сонда келдік. Содан 20 жылдай жұмыс істегеннен кейін не болды ғой енді. Егемендік алдық деді, қуандық, бірақ біздің аурухананы жауып тастады. Сол жауып тастағаннан кейін біз осы қалаға көшуге тура келді. Қалаға көшіп келгеннен кейін мен Қызылжар ауданымен қосылды ғой біздің Соколов ауданы. Бескөл ауданымен. Бескөл ауданымен қосылып Қызылжар ауданы пайда болды. Сол Қызылжар ауданында әкімшілікте денсаулық бөлім ашылды. Сол денсаулық бөлім ашылғанда мен сонда бас маман болып істедім. Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін төсбелгісімен марапатталдыңыз, 2014 жыл ғой деймін. Сол маған осы марапатты берді. Бұл төсбелгі, медаль емес, бұл төсбелгі. Бұл төсбелгінің мағынасы сол денсаулық сақтау ісіне еңбек сіңген дәрігер есебінде. Енді қаншама жыл еңбек еттіңіз? Одан кейін енді 2000 жылда мемлекеттік қызметкерлер туралы заң қабылданғаннан кейін мен 2000 жылы сол денсаулық сақтау
бөлімі ашылды неде әкімшілікте, Қызылжар ауданының әкімшілігінде. Сонда біз Асқар Сатин, мен сол 2-3 кісі жұмыс істедік. Одан кейін 1,5 жылдан кейін оның өзін жауып тастады. Одан кейін мен мынау әлеуметтік салаға ауыстым. Медициналық әлеуметтік сараптама бөлімінде істедім көп жыл. Содан кейін зейнетке шықтым 2009 жылы. Одан кейін зейнетте жүргеннің өзінде де 7 жыл жұмыс істеп, сол 65-ке толғанға дейін жұмыс істедім. Бас маман болып. Сіз қай жылдары диктор болып қызмет еттіңіз? Мен 1976 институт бітіргеннен кейін осында қалада болдым 2 жыл. Интернатура өттім. Сонда үлкен ұлымыз туды. Сол кезде жазғы уақытта қазақ текстерін оқитын, қазақ мәтінін оқитын кісі табылмай, тіпті менің үйіме келіп, мені сонда шақырды. Енді дикторларға да демалысқа шығу керек деген сияқты. Ол кезде Бүркіт Бекмағамбетов диктор болатын, сол кісінің өзі келді. Осылай мен демалысқа шығайын деп едім, бірде-бір адам табылмай тұр деп. Сол облыстық телеарнада? Иә, облыстық телеарнада жаңалықтар оқитын кісі болмай қалды. Сосын мен келдім. Мен келіп, сол мәтіндерін оқыған кезімде олар айтты, біз сізді аламыз, істеңіз, тіпті бір жолда бізге келсеңіз де қарсы емес, біз пәтер алдып береміз, қалада қалыңыз деп мені солай көндірмекші болды. Бірақ мен өзімнің 6 жыл бойы айтады ғой, білім алу ол енемен жер қазғандай деп, құдық қазғандай деп. Сол өзімнің еңбегімді енемен жер қазғандай қиын уақыттарды есіме алып, сол алған дипломның бағасының өте жоғары екенін есіме алып, ол жұмыстан мен бас тарттым. Бірақ уақытша істедім. Кешкі сағат 9-да мен кешкі жаңалыққа ол кезде тура эфирге шығамыз. Мынандай жазып алу деген жоқ. Тура шығу өте қиын. Сонда неше жыл диктор болып қызмет еттіңіз? Мен бір жазда ғана істедім. Ол жер қанша уақыт болып еді жаңалықтардың уақыты? Кешкі 9-да болатын. Кешкі 9-да бізді... Сосын нешеге дейін жалғасады? Сол 1,5 сағаттай болады. Сосын ол мен хабар бітіп, ол мен үйге келгенше сағат 10-нан асып кетеді, хабарда жүргіздім. Ал негізінде мен кешкі жаңалықтарды оқыдым. Сөйтіп енді өзімнің негізгі мамандығыма кеттім, бірақ оған мен өкінбеймін. Көп адамдардың алғысына бөлендік, аудандық ауруханада бөлім бастығы болдым, бөлімшені басқардым, терапия бөлімшесін, жолдасым хирургия бөлімшесін басқарды. Одан кейін ол бас дәрігердің орынбасары болып жұмыс істеді. Одан кейін бас дәрігері болып сөйтіп жүргенде бізде сол аурухананы жабатын болып қалды. Сіз шығармашылық отбасында өстіңіз ғой? Иә. Әке жолын жалғастырып қаншама тамаша жыр жолдарын жаздыңыз, иә? Негізі ақын болып қалыптасуыңызға осы ортаңыз, отбасыңыз жалпы қалай әсер етті? Осыдан бір естелік айтсаңыз. Адам оқып ақын болмайды, оқып жазушы болмайды. Адамның қанында болу керек. Мысалы, менің ақындығым әкеме байланысты деп ойлаймын. Әкемнің маған берген қасиеті. Сол бала кезден бір 15-16 жасымнан бастап мен өлең жаза бастадым. Бірақ ол кездегі өлеңдерім әрине шала. Ондай керемет деп айтпаймын. Өзім ешкімге көрсетпей, дәптерге жазып қоятынмын. Сөйтіп жүргенде мен неге институтқа түсіп кеттім ғой, медициналық. Сосын дәрігер болатын сондай нем болды. Өйткені ойым, өйткені менің үлкен апам
Қарағандының медицина институтында оқып жүрді. Ол келген сайын, каникулға келген сайын студенттік өмірін айтып, сол әлгі кафедраларда қалай, ауруханаларда қалай болатын бәрін бізге айтқанда аузымызды ашып, тыңдап, соған таң қалып, әлгі сондай бізді дәрігер болғымыз келіп сөйтетімізді. Сосын мен сол дәрігерлікке түсу ойымда болды да, Целиноградтың мемлекеттік медицина институтына 1970 жылы түстім. Сөйтіп мен 6 жыл оқып, бірақ 6 жыл оқып жүргенде мен көркемөнерпаздар үйірмесінің белсенді мүшесі болдым. Сосын Қабырға газетіне өлең жазатынмын. Сондай жұмыстармен айналысатынмын. Сол институт бітіргеннен кейін енді ауданға дәрігер болып келгеннің өзінде мен аудандық ол кезде Полинском пути деген аудандық газет болды, соған мақала жазатын болдым. Сосын мынау мәдениет бөлімінде өзіміздің бір біздің ауылдың адамы істеді. Ол біздің отбасын білетін. Ол кісі мені қайта-қайта шақырып, мынау аудан күндерінде мен соны басқарып, сол әлгі концерттерін жүргізіп, сөйтетімін да. Өзімді өлең айтып берем. Сөйтіп, бірінші орын алатымыз да аудан күндерінде. Онда анау әрбір нені хабарларда, мысалы, нөмірді хабарлайсың ғой әрбір кісіні. Сонда өзім бір ауыз өлең жазам. Соны бір өлеңді өтіп келіп әлгіні хабарлайым. Сосын артынан бірінші орын алғанда Қуандық ағайға айтатын көрінеді. Әрине, сендер де Оспанова болғасын, бірінші орын алып жатсыңдар деп. Сөйтіп қатысатын болдым. Сол қалмадым сол көркемөнерпазынан. Сонда айтады ғой, бізде секретар болды партия ұйымының. Район, аудандық, Батаева деген кісі, Мария Алексеевна. Сонда дейді, осы Оспанова бәріне қайдан үлгереді деп. Сіз осыған дейін бірнеше жыр жинағыңызды жарыққа шығарған екенсіз, соның бірі сырлы сезім деп аталып, тағы бірнешеуі бар. Иә. Тағы да бір жинақ шығару жоспарыңызда бар ма? Әрине, өлең деген күнде жазылмаса да жазылып жатады ғой. Адамға шабыт келген кезде жазылады ғой, өлең деген. Ол мынау мен қазір отыра қойып, өлең жазбастайыншы дегенге болмайды ол. Өзі кейде ұйықтап бара жатқанда өзіңді түрткілеп бір ойлар келіп қалады миыңа. Соны тұрып тезірек жазбасаң, жарайды деп ертең жазарым десең, ол жоқ болып кетеді. Әлгі ойдан мүлде ештеңе қалмайды. Бір сөз қалмайды ғой, сонда ойлаймын енді өкпеліп кетіп қалған шығар менің шабыт. Шабыт қоя, шабыт. Иә, сонда өкпеліп қалады. Тыл ардагері қарт педагог Жұмаш Сейітбеков сіздің өлеңдеріңізді жас ұрпақ жақсы болар еді депті. Яғни болсын тәрбиелік мәні зор деп тұр ғой. Иә. Осы туралы әңгімелеп берсеңіз. Көбінесе патриоттық рухта жазатын көрінесіз, иә? Иә. Ол бұлай болды. Мен бұрын лирикалық өлеңдер жазған жақсы көретін басында. Иә, мысалы, көктем туралы, махаббат туралы, сүйіспеншілік туралы. Енді маған бір үлкен не болған, себеп болған, біз тәуелсіздік алған кезде, сол кездегі біздің қуанышымыз, жүрегіміз жарылардай қуанғанымыз, сол себеп болды білем. Мен елім туралы, жерім туралы, тілім туралы, сондай бір жақсы ойлар келетін болды да. Соны енді адам дүниеге келгенде бір өзінің бір миссиясы болады екен. Мысалы, менің өзім ойым, менің миссиям осы өлең жазу, осы жыр жазу, ой толғау, осы шын мәнінде. Сол өзімнің еліме деген сүйіспеншілігімді, тіліме деген сүйіспеншілігімді келесі ұрпаққа бергім келеді. Мен өлеңді өзім үшін жазбаймын, өзімнің замандастарым үшін де жазбаймын. Мен болашақ үшін жазамын. Болашақ біздің ұрпақтарымыз, немерелеріміз оқыса екен деймін. Солардың санасына
деп арнап жазам. Жолдасыңыз екеуіңіз екі ұл тәрбиелеп өсірдіңіздер, иә? Менің екі ұлым бар. Біреуі мынау Петропавлдың өзіміздің университетті бітірді. Екі бірдей мамандық алып шықты. Ол мынау музыка мұғалімі және тарих мұғалімі болды. Бірақ жұмысты ол мынау кітапханада істейді. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар кітапханасында көп жыл істейді. Бөлім бастығы болып, ол мынау компьютерге өте жақын. Сол Айбар деген, Айбар Оспанов. Екінші ұлымыз ол екі институт бітірді, тоже музыка мұғалімі болып бітірді. Екеуі күйді өте жақсы көретін, жақсы тартатын. Бірақ музыка мұғалімдерінің сабақта сағаттар аз болды да, ол жарамады. Енді өте аз төлейтін болды. Содан кейін ол барды да политехнический институтта геолог, инженер мамандығын алып шықты. Атырауда істеді, барып келіп, геолог болып, қазір үйде өзінің жеке кәсібі бар. Сол балалары бар, енді екеуінің екіден ұлдары бар. Солар өсіп келе жатыр. Үлкен немереміз 7-ші классқа барады, 7-ші сыныпқа, ортаншымыз 3-шіге, одан кейінгі 1-шіге барайын деп жиналып отыр, міне, әне-міне деп. Ең кішісі 6-да. Бос уақытымды сол немерелердің тәрбиесімен айналысамын дейсіз ғой. Ой, немере деген ыстық қой, немере деген тәтті. Сол балаларға енді өз тілдерін үйретем, қазақ тілін үйреніп жатыр, қазақша сөйлейді, қазақ балабақшасына барған, енді қазақ мектептерінде оқып жатыр. Әкем Зейнелғабыл Иманбаев жасынан шығармашылықпен айналысып, ең бірінші кітабы бастама 1956 жылы жарық көргеннен кейін ол кісінің одан кейін кітаптары жыл сайын шығып жатты. Өзі қайтыс болғанға дейін 17 кітабы жарық көрді. Мінекей қайтыс болғанына да уже 30 жыл болып қалды. Мінекей 30 жылдай уақыт болып қалды. Сол өлі риза болмайды, тірі байымайды демекші, мен әкемнің өмірі туралы, шығармашылығы туралы кітап басуды ойладым. Сөйтіп 2-3 жыл сонымен айналысып, қазақ айтады ғой, жақсының аты өшпейді, ғалымның аты өшпейді деп, сол жақсының аты өшпейді деген кітап басып шығардым. Бұл қай жылы? Бұл кітап 2011 жылы басылды. Бұл кітаптар кітапханаларда бар. Мұнда енді толық қамтылмаса да әкемнің өмірбаяны, шығармашылығы, бұның ішінде жарық көрмеген бірнеше шығармалары бар. Сосын библиографиялық көрсеткіштері бар. Қанша кітап шыққаны, қандай журналдарға, қай жылы, қай уақытта, қандай тақырыпқа шығармалары басылғаны, газеттерге қанша шықты, сол газеттердің қай жылы басылғаны, қай уақытта басылғаны, және қазақ календарьларында болған шығармаларының деректері бар. Одан кейін ол кісінің өзі балаларға арнап көп шығармалар жазған. Сол шығармаларының Балдырған газетіне журналына басқандарын бөлік мынандай кітап шығарған. Балаларға арналған қызықты әңгімелер. Бұл да кітапханаларда бар. Тәрбиелік мәні зор, балаларды жақсылыққа тәрбиелеуге, жақсы мінез құлыққа тәрбиелеуге, адалдыққа баулуға бұл кітаптың маңызы бар. Сосын енді өзімнің кітаптарым ішінде менің Қызылжарым деген бірінші ғылыми баспаханада басылып шықты, Алматы қаласында 2002 жылы. Бұл кітаптың маңызы өте зор. Зоры сол, бұл
ең бір мықты, ең бір жақсы баспаханада басылып шыққан Алматы ғылыми баспа орталығынан. Бұл кітаптың данасы 500 болды. Оқыған кісілер жақсы пікірлерін айтты. Тіпті бұл кітаптың кішкентайына қарап, бір апайымыз кешке бастап таңға дейін оқыдым деді. Оқуға ыңғайлы дейсіз ғой? Ыңғайлы, кішкентай. Одан кейін мінекей Сырлы сезім деген кітап, енді бұл шын мәнінде толықтырылып қайта басылған, өйткені бұл енді бертін келе заманымыз кішкене өзгере бастаған кезде, жақсы бола бастаған кезде, бұның сыртын бәрін, мұқабасын жақсылап, әдемілеп шығаруға мүмкіншілік болды. Одан кейін міне Қоңыр дәптер деген кітап, бұл енді бұнда көп жаңа өлеңдер болды. 14-ші жылғы кітап. Бұны өзіміздің жергілікті баспаханаларда бастық. Алып оқуларыңызға болады, кітапханада бар. Ал енді Марал Зейнелғабиқызы жаңа айттық, көбінесе елге, жерге арнадыңыз, арнайсыз өлеңдеріңізді патриоттық рухта жазылады екен. Енді сол бір-екеуін бізге оқып берсеңіз. Біз тәуелсіз алғаннан бері көңіліміз көтеріліп, еңсеміз көтеріліп, төбеміз көкке жеткендей болып жүрміз ғой. Сол тәуелсіздік күн әр уақытта жақсы қарсы алып, шығарып салып жатамыз. Міне сол тәуелсіздік күніне арнаған бір жақсы өлеңімді оқып берейін. Жақсы. Тәуелсіздік өмір сүру жасқанбай, тәуелсіздік биік ұғым аспандай, тәуелсіздік адамзаттың арманы, жарқыраған сәулесі мол ақ таңдай. Бүгінгі күн қараймын мен қызыға, желбіреген тәуелсіздік туына, көкіректі кернеп шексіз қуаныш, бусанамын бақытымның буына. Ел басынан қилы кезең өтті шын, ұмытпайды ақ патшаның тепкісін, қырып салған қызыл қырғын аяусыз, балқаймағын сиялысын тектісін. Тәуелсіздік арман еткен қазағым, көрген қиын жаугершілік азабын, жүкті әйелдің ішін жарып қалмақтар, нәрестесін найза қылген мазағын. Дінсіздікті санамызға сіңірді, ұмыттырды туған ана тілімді, адастырды азаттықтың жолынан, болды сәттер айталмайтын шыныңды. Халқым міне қайта түлеп сілкінді, жаңа өмірге жақсылыққа ұмтылды, жаратушы құдірет күш шын қолдап, танып білді басқа халық ұлтымды. Қонды біздің басымызға бақ құсы, қуанбаған шаттанбаған жоқ кісі, тәуелсіздік құтты болсын халайық, бейбіт өмір тыныш болсын ел іші. Жақсы, тамаша. Елім менің, қазақ елі, туған елім, сен анам, сені жырлап толғанады бір балаң. Қайда жүрсем жүрегімнің төрінде, көлбеп жатқан көгілдір тау кең далам. Шалқар көлім, орман, тоғай, өзендер, бүлдіргенді жасыл жайлау белеңдер, төрт түлігі төскейінде жайылып, қозылағы көрік берген көгендер. Жазғы тұрғы қара мақпал түні де, шілдедегі аптабыстық күні де, жүрегіме жақын маған саңқылдап, көлде жүзген аққу қаздың үні де. Жырақ жүрсем асығамын жетуге, әнмен күйін әсем жырын естуге, қазағымның қасиетін дәріптеп, серт еткенмін өмір бойы өтуге. Құдірет күш момын етіп жаратқан, дүниеге жақсы көзбен қаратқан, қайырымды, мейірімді қазағым, жауға ғана берен мылтық дөп атқан. Кең даламдай шексіз халық көңілі, өзгелерге үлгі болған өмірі, қамқор болып жетім жесір босқынға, бар халыққа мекен болған өңірі. Қазақ елі өскен жерім сен анам, бір өзіңе арнап талай жыр жазам. Бейбіт өмір ессел еңбек тілеймін, таралмасын гүл жазира кең далам. Бәрекелді. Марал Зейнелғабиқызы,
Осы біздің бағдарламамыздың уақыты тәмам екен. Сізге көптен көп рахмет. Осы өнегелі өміріңіз бен еңбек жолыңыз әрі осындай бай шығармашылығыңыз туралы бізге әңгімелеп бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз.